Ұлы ақын, жазушы, қоғам қайраткері, жазба қазақ әдебиетінің қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы философ Абай Құнанбайұлы. Әзім әңгімесі. Бір сөзім мың бір түннен оқып жүрген, өлең қып сол сөзімді айтқым келген, болыпты ағайынды екі жігіт, Бағдатта Мұстапа мен Сапа деген. Екеуі жетім еді, әкесі өлген, талаптан жетеміз деп бос жүрмеген, тігінші кестеш еді кішінісі, Мұстапа суретшілік ғылым білген. Екеуі екі айрылмақ қамын жеген, бір шетке кетпек болып жұрт көрмеген, мал тапқаны бір іздеп таппақ болып, серт қылып бір-біріне уәде берген. Екеуін екі жаққа тағдыр бөлген, жандар емес қатерден әсте менген, шынма-шынға Сапасы кете тұрсын, Мұстапа Балсураға бұрын келген. Мұстапа бойдақ кедей біраз тұрған, кәсібін күннен күнге тәңір оңғарған, аздан соң қатын алып үй салғызып, шаһарда сенімдінің бірі болған. Пұл құрап, киім түзеп, қарны тойған, қағазға өрнек жасап сурет ойған, Құдайым кешіктірмей бір ұл беріп, молдалар оның атын Әзім қойған. Бір жасап, екі жасап әзім өсті, сонан соң медресеге барып түсті, аз жылда жақсы ғылым нәсіп етіп, жас жігіт жүзі нұрлы көңілім асты. Оқудан шыға ұстады ата өнерін, асырды атасынан әрбір жерін, сол күнде ажал жетіп Мұстап өліп, жыртық жетім болмады ол жас өрім. Атаның харекетін ұстай алды, өнері артық шығып жан таңғалды, алушылар көбейіп мұның үсін, бұрынғыдан артылып мал құралды. Бір күні ләпкесінде отыр еді, торғын-тон алтын кемер бір шал келді, не қылса бір құрметті адам ғой деп, Әзім тұрып иеліп сәлем берді. Сәлемін алды шалда амандасты, қасына жуық келіп жақындасты. Жат жердің адам едім ешірағым, не харекет қыласың деп сұрасты. Жасымнан жетім едім, көңілі сынық, өнерім артық емес ондай ұлық, еңбекпенен көз сүзбей күн көремін, харекетім суретші бояушылық. Мінезің түсің жақсы надан дерге, артық өнер қиын ба талап терге, тесілген күні бойы сендей жасты, аяймын өнімі жоқ бұл өнерге. Бұл сөзге Әзім тұрып ашуланды, тұрпайы сөйлейсіз деп қарай қалды. Атамның харекетін қорламабай, аш емен болмасам да сендей малды. Қорламаймын һәм балам зорламаймын, тесілген күні бойы сен аяймын, химия ғылымын білушем үйретерем, мысталтын жасаушем алдамаймын. Шын өнерге қайтерең көзің жетсе, әркімге жарамайды мұн үйретсе, өзі үлкен өзі оңай артық өнер, аз жұмыспен көп алтын хасил етсе. Мен дағы жүргенім жоқ малдан күсіп, айттым балам басыңа мейірім түсіп, ертең-ерте мысыңмен дайын болып, көңіліңнің дәркүмәнін алшы шешіп, әуелі хақтығына жетсін көзің, серт қылдым ғой үйретпек болып өзім, ертең-ерте сол жерден табыспаққа, екеуі уәде байлап қойды сөзін. Шал кетті, аң-таң бала үйге қайтты, көргенін апасына келіп айтты, химия ғылымы бар дейтін сөйтсе дағы, анасы басын шайқап ішін тартты. Апарда мыс бақырды алдына сал, алтын болса болады бір талай мал, жалғызым не қылсаң да сақ болып жүр, жәдігөй боп жүрмесін антұрған шал. Бала айтты, тәңірім қақса пенде нетер, жалған болса білінер қор боп кетер, шын болып уәдеге бармай қалсақ, ғапылдықтан айрылған ыза сөтер. Не қылса сол күн бала шал ұйықтайды, өтірік расын ойланып таба алмайды, мыс бақырын қолына алды дағы, ләпкеге күндегіден ерте барды. Шалдағы дереу дайын бола қалды, бір дорбадан көмірмен көрік алды, екеуі сәлемдесіп болғаннан соң, мысың қайда балам деп дігір салды.
Мыс бақырды сындырды талқан қылып, көмірге салдымысты дүкен құрып, мыс былқылдап еріген кезінде шал, шөншіктен ұсақ қара алды қырып. Алдыда ол дәрісін мысқа салды, былқылдаған бұрқылдап мыс шайқалды, бір нәрсемен азырақ бұлғалақтап, алтын қып суынған соң қолын алды. Алтынын алып берді қолындағы, сарапқа салбардаға шарыңдағы, алтын емес деп біреу айтса балам, алдамшы амалым жоқ болдым дағы. Алтынды алда көрсет жұртқа барып, менің сөзім шын болса тәңір оңғарып, сонау бақша ішінен табылармын, егер мені іздесең көңіліңе алып. Әзім ұшты алтынды ала салып, не байларға көрсетті мына апарып, самародный сары алтын екен ғой деп, кім көрсе айтады аң-таң қалып. 3003 ділдаға кетті сатып, шешесіне апкелді таңыр қатып, шешесі сол кісіні шақыр деді, кетсін деп үйімізден дәм тостатып. Бағанағы бақшаға әзім келді, жолықты шалда сонда отыр еді. Ей ата, қылған ісің рас екен, қонақ боп біздің үйден дәм тат деді. Қос уыс ділда берді әзімге шал, сенің ортақ малың деп мендегі мал, шешілісіп сырласып отыралық, әртүрлі қымбат баға ішкілік ал. Сырлассақ, сұхбаттасақ аулақ артық, нашалы боламыз ғой сөйлеп шалқып, анаңды да бір жерге жібер балам, сырымды үйрете алман бойым тартып. Күн батпай біттей алаң болма бізге, қас қарая келермін мен де сізге, ішіп жеу арасында сөйлер сөз көп, ол үйде жан болмасын сенен өзге. Әзім кезді базарды ас тентіреп, әртүрлі ішкілікті алды көреп, алтынды көргеннен соң анасы да кетті көрші үйіне сенің кіреп. Арақ жеміз әртүрлі нығмет дайын, қуанды алтын қолға кірген сайын, үйіне бөтен жалғыз жанды қоймай, оңаша безендіріп тұрды жайын. Көз байлана сып етіп шал да келді, әзім де есік ашты дайын еді, әзімді баласына балағандай, жайнаңдап жарқын жүзбен үйге кірді. Шал кіріп үйді тегіс аралады, бір әзімнен басқа жан таба алмады, бір отала бейілді беріп алған, әзім де бұл қылықты шам алмады. Хош уақытсып сөйлейді шал барқылдап, қол қусырып әзім тұр сөзін тыңдап, асын жеп қолын жуып болғаннан соң, әпкел деп ішкілікті қойды ымдап. Барыс қой әуелден ақ ел салтында, орыс неміс болса да қай халқыңда, пайда деп тән саулыққа ішетұғын, миуадан тартқан хамыр ас артында. Падносқа бөтелкемен арақ толды, бір-екі жақсы рөмке дайын болды, жоқтан барды сөйлесіп сауқым салып, алысты пиаланы оңды солды. Жаймашуақ сұм шалдың іші мықты, алғашқы ішкен әзімге тез ақ шықты, бір аяқ қолдан қолға деген сініп, жәдігөй стаканға дәру тықты. Онысы түн ортасы болған заман, сұм екен талай жанды әуре қылған, дәрі қосқан аяқты ішкеннен соң, әзім барып жығылды шал қасынан. Сонда шал терезеден бір ысқырды, 4 жігіт табыт алған үйге кірді, әзімді сол табытқа салды дағы, 4-еуі көтеріп ап тысқа жүрді. Әзімді масқып алып шал кенелді, есікті жабамын деп аз бөгелді, артын жымжырт қылды да антұрған шал, 4-еуін ертіп алып тез жөнелді. Теңіздің жағасында қалың қамыс, ішінде бір кеме бар шалға таныс, әзімді сол кемеге салды дағы, тұмсығын бұрып алды шетке шалыс, қасында 20-30 жолдасы бар, қаладан таң атқанша кетіп алыс. Ел тұрды, ертең кемпір үйге кірді, бала жазым болғанын іші білді, зар ұрды, ойбай салды не бітірсін, тұра тұр өзге жайын сұрам енді.
Әзім есін жиыпты ертең түсте, өз басын көрді қауіп қатер істе. Қол аяғы байлаулы жатыр жалғыз, темір шетік қапас боп тұрды үсте. Ырғалып орнынан ол әрең тұрды, түрегеліп антұрған шалды көрді. Ақсақал адам мұндай қылам екен, анамнан мені айырып бұл нең деді. Көзіңді аш, есіңді жи, енді ойнама, мені сен өз діндесің деп ойлама. Мен отқа шоқынамын, дініме көн, мен де бардың бәрінен қауіп ойлама. Егерде көнбей қалсаң наданшылық, әр күні сізге дайын 100 шыбық. Мың жаның болса дағы құтылмайсың, табылмас енді менен майда қылық. Бала айтты, дінім үшін жаным құрбан, жаннан қорқып отыңа мен басырман. Дінім хақ, ісім ақпын, өлсем шайыт, қорқады деп үмітті сен антұрған. Баланың бар киімін шешіп алды, 100 қамшы арқасына дүре салды. Қыңқ етіп бір дыбысты шығармады, азырақ талмаусырап нашарланды. Мұнысын жаратпады қадір сұбхан, көк бұзылып жер жүзі болды топан. Байлаулы бала жайға қала берді, кемемен әуре болды көп антұрған. Түн бойы ұйықтамады бірде мызғып, су сарылдап құйылды кемен ырғап. 30 қылы таусылды табанынан, су төгіп таң атқанша ол сарпылдап. 30 қыл ақылдасты басты қосып, өлемізде бойлады жаннан шошып. Бір шеттен бір жағаға келе жатқан, кариттің ұстай алды алдын тосып. Ақсақал іс қыласыз ойланбастан, жаннан қорқып қашпаушек қара тастан. Құдай сүймей бұл істі бізге салды, қолын шеш ризалық ал мына жастан. Қолын шеш ризалық ал кісенді бұз, шапшаң айт көнесің бе уақыт тығыз. Бұл сөзге көнбей қалсаң ақыр өлдік, сені суға тастаймыз 30-ымыз. Сонда шал мына сөзге аң-таң қалды, не қыларын біле алмай аз ойланды. Пішінін 30-ның байқаған соң, баланың қол аяғын шешіп алды. Мойнынан шырағым деп құшақтады, көзінің ағып жасы бұршақтайды. Шырағым мастықпенен қылыппын деп, әуелгі сөзден танып және алдайды. Әзім жас ақ пейілдеу адам еді, ойлады өтірік болса неге менді. Мастықпен қылса қылған шығар ау деп, іс көрмеген жастықпен және сенді. Мастықпен қылған болсаң кештім саған, каритте шырағым деп арсаңдаған. Жел тынып күй айығып баяғыдай, хикметімен тоқтатты бір жасаған. Баланы сыйлап жатыр тамақ қамдап, су төккісі жорға боп шал жылмаңдап. 30 қыл мынау тек жан емес қой деп, әлінше қызметінде жүр тұрбаңдап. Бір мезгілде шал айтты, балам тоқта, мысты алтын қылатын дәр осы жақта. Алыс емес аз күндік жақын жерде, болмайма молықтырып ап қайтсақта. Бала айтты, өзің біл деп бұл сөзіне, шал қуанды тиген соң ерік өзіне. Төбесінен тік тұрып қылды қызмет, титтей шәргез келмейді мінезіне. Сып етіп бір жағаға келді жетіп, шал жөнелді баланы қасын ертіп. Бір барабан тұр екен қағып еді, қамады желмаялар дүбірлетіп. 3 желмая ұстады жорығына, бірінің азығартты қомдығына. Екеуіне ерерттеп мініп алып, барабанды қалдырды орынына. Желмаялар келеді желдей есіп, сұм шалдың бір тарапты көзі тесіп. Шал айтады балаға көрдің бе деп, бұлттыр бұлдыраған елеңдесіп. Ол өзі бұлт емес қаптың тауы, бір бөлек үлкен таудың бергі бауыры. Бергі таудың басында сол дәрі бар, қырандай ап қайтармыз жібек баулы. Түні бойы жүріпті болды сәске, көрінді жарқыраған үйдей нәрсте. Бұл не деп сұрап еді тұра қашты, биттей аял қылмады кәпір әсте. Жалғасы бар. Достар, жалғасын алдағы күндерде салатын боламын. Күндеріңіз сәтті өтсін, келесі кездескенше.